Reddit'tегі қыздар, жігіттер мачо красавчик болып тұру үшін қандай киімдер кию керек? Ешқандай киім керек емес, тіпті дамбал да керек емес. Солай ғана керемет болады. Қара водолазка және сұр түсті шалбар. Егер сенде жақсы жейде болса, оның жеңін сәл түріп қой, және соңғы түймені жабыстырмай сәл ашып қой. Клетка пижамның шалбарын киіп, үйдің ішінде жүргендей фото жасасаң әдемі көрінеді. Негізі сұлу адамдар не кисе де сұлу. Урод болсаң дым көмектеспейді. Бұл енді шындық. Құрметті жігіттер, бәрі оңай. Қара шалбар, ақ футболка, таза кроссы. Пальто алу керек болса, дәл өлшемге қарап алыңыздар. Жалпы кез келген киім өлшеммен алынса, еш проблема болмайды. Киімге бәрібір, бірақ турселарыңды жуып жүріңдерші кейбір жігіттер. Қалғанын қалауларынша кие беріңдер. Мен біртүрлі қызбын, маған спорттық жабысып тұратын шалбарлар ұнайды. Неге десеңдер, жігіттердің мүшелері томпайып көрініп тұрады. Айттым ғой мен біртүрлімін деп. Мына трет маған қатты ұнап тұр. Өйткені мен күн сайын көк джинсы мен Металлика тобының суреті бар футболкадан басқа ештеңе кимеймін. Жігіттер, киімге емес, характерлеріңізге мән беріңіздер. Егер сіздің характеріңіз, харизмаңыз мықты болса, қыздар киімге қарамайды да, бірден сізге қарайды. Қысқаша айтқанда, саған мыналар керек. Киім өлшемі саған сай болу керек, түстері бір-біріне жарасымды болу керек, жейденің жеңі сәл түріліп тұру керек. Киім қарапайым болса, оған 1-2 аксессуар қосу керек. Әрине, тап-таза болу керек. Осылардың бәрін қадағаласаң, любой қыз сенікі. Мына жердегі көп қыздар жігіттерге киім таңдап жатқанда бір красавчик кинодағыдай жігіттерге елестетіп айтады. Ал өмірде ондай жігіттер аз ғой, бәріне бірдей жараса бермейді. Сәл денең шыққан болса, онда кажанка ки, вообще әдемі болып кетеді. Құрметті жігіттер, егер костюм таңдау керек болса, онда заказға тіктірген дұрыс. Шынымен дайым костюм алмаңыздар. Алсаңыздар да өлшеміне қарай дұрыстап алыңыздар. Классикалық шалбар және поло. Жігіттер мына постты сақтап алу керек екен. Қара юбка, жақсы туфли, міне осылар жігіттерге жақсы жарасады. Тоқта, сен точно жігіттерге айтып жатырсың ба? Мен қарапайым қызбын, маған қарапайым жігіттер ұнайды. Кейде кәдімгі қара джинсы мен жақсы ақ футболка немесе жейде болса, өте әдемі көрінеді. Мен сияқты қарапайым қыздарға сондай стильдер ұнайды. Жалпы жігіттерге көп нәрсе жараса береді. Бастысы таза болса болды. Тырыстырып шалбар киіп алмаңыздаршы тек. Түк жараспайды. Ешқандай суретті жазуы жоқ футболкалар әдемі тұрады. Маған толықтай қара түсті киім киген жігіттер ұнайды. Ал сен жігіттерді қандай киімдерлер мачо етіп көрсететінін білсең, комментарийға жазуды ұмытпа.